тарихи-өлкетану музейіне қош келдіңіздер. Олай болса, музейіміздің тарихымен бірге таныс болайық. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейі өлкеміздің өткен тарихы мен қазіргі тәуелсіз Қазақстанның 30 жылдық тарихын зерттеп-зерделеп, жас ұрпаққа мұра етіп қалдыратын ірі ғылыми зерттеу және мәдени орталығы болып табылады. Музей 1938 жылы ашылды. 1938 жылы музей облыстық өлкетану дәрежесін алып, 1964 жылы музейдің атауы тарихи-өлкетану болып өзгертілді. 90 жылдық тарихы бар Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінің экспозициясы 1800 шаршы метр жерді алып жатқан өлкеміздің мәдениетімен, өнерімен, білімімен, медицинасымен, өндіріс саласымен, табиғатымен, тарихымен таныстыратын 16 залдан тұрады. Экспозициялық залдармен таныс болдық. Келесі кезекте музейіміздің асыл қазынасы саналатын қор қоймаларына барайық. Музейдің төменгі қабатында 4 қор қоймасы орналасқан. Музей қорының жалпы саны 152 мыңнан астам музей заттарын құрайды. Мұнда палеонтология, археология, этнография, қолданбалы қолөнер бұйымдары, нумизматика, сирек кездесетін кітаптар, құжаттар және фотоматериалдар саласындағы құнды жәдігерлер сақталған. 2014 жылы өрт күзет сигнализациясымен қамтамасыз етілген қор қоймаларының мамандандырылған жабдығы орнатылды. Экспонаттарды бөлек сақтауға арналған мамандандырылған жабдықтар, архивтік материалдарға арналған жылжымалы металл тіректер, ағаш сөрелер және фотосуреттер мен құжаттарды электронды тасымалдағыштарда тік сақтауға арналған ұяшықтар, негативтерге арналған жәшіктер, нәзік материалдан жасалған заттарды, көлемді заттарды сақтауға арналған құрама металл жабдықтары. Назарларыңызға археология қазба жұмыстары кезінде табылған қыш құмыраларды көрсеңіз болады. Музей қорында сақталған музейлік заттардың барлығы экспозициялық залдарда, стационарлық және жылжымалы көрмелерде қолданылады. Көрме жұмысының негізгі бағыты музей қор коллекциясындағы материалдық және рухани мәдениет заттарын экспозициялауға бағытталған. Музей қорындағы экспонаттардың барлығын музей залдарындағы экспозицияға қоюға орын болмайтындығы белгілі. Осыған орай музей саласында уақытша экспозициялау, яғни көрме құру тәжірибесі қалыптасқан. Еліміздің тарихы терең сақтаулы музейлердің бірі Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейі де өз қорында сақтаулы құнды экспонаттарды оқтын-оқтын көрмелерге қойып, халыққа таныстырып отырады. Бекітілген көрмелердің жылдық жоспары негізінде әртүрлі деңгейде бірнеше тақырыптық көрмелер ұйымдастырылады. Осы орайда музейдің қоғамдағы орны ондағы құрылған экспозиция мен көрмелердің құндылығын анықтайды. Тұрақты экспозиция мен көрмелерді ұйымдастыру арқылы музей әртүрлі жастағы халықтың санасын оятуға қызмет етеді. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейі өзінің зерттеу жұмыстарын археологиялық және этнографиялық зерттеулер түрінде белсенді жүргізуде. 2019 жылы музей тасмала мәдениетінің ерте темір дәуіріне жататын Қаражартас екі қорғанында қазба жұмыстарын жүргізді. 2020 жылы жалпы тарих, археология және этнография ғылыми зерттеу бөлімінің кезекті археологиялық алаңы ерте темір дәуіріндегі Көктерек мұртты қорғаны мен түркі дәуірінің Байбалақ қорымы болды. Музей қызметкерлерінің облыстың археология және сәулет ескерткіштерін қалпына келтіруде мол тәжірибесі бар. 2019 жылы Қаражартас екі қорғаны қалпына келтірілсе, 2020 жылы Көктерек мұртты қорғаны және Бүйректі патша қорғаны археологиялық ескерткіштерінің алғашқы келбетін қалпына келтіру бойынша ғылыми реставрациялық жұмыстар жүргізілді. Сондай-ақ 19-20 ғасыр басындағы мазарларды қалпына келтіру жұмыстары қарқынды және сапалы түрде жүргізілуде. 2019 жылы Балбырауын кесенесі, 2020 жылы Сүтті Байби және Дайыр төрі кесенелері қалпына келтірілді. Музейдің онлайн қызметіне тоқталатын болсақ, әлемді жаулаған COVID-19 пандемиясы және де елімізде қабылданған санитарлық шараларға байланысты музей жұмысы онлайн режимге ауысты. Бұл форматта музейімізде ағартушылық, ақпараттық және білім беру бағдарламалары өткізілуде.
Жалпы әлеуметтік желіде 13 жоба іске асырылды. Осымен қасиетті Сарыарқа төріндегі тарихтың айнасы болып келе жатқан Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейіндегі саяхатымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.